Мама, мен сізді ешқашан кінәлаған емеспін. Алматыдағы шағын үйдің төрінде отырған әйелдің қолындағы телефон дірілдеп кетті. Экранның ар жағында отырған қазақ қызы көз жасын жасыра алмай тұрды. Екеуінің арасы 11.000 шақырым еді. Бірақ дәл осы сәтте оларды бөліп тұрған жалғыз нәрсе 25 жыл бойы айтылмай келген шындық болатын. Анасы шынымен одан бас тартқан ба? Әлде біреулер олардың тағдырын әдейі өзгерткен бе? Құрметті тыңдарман, аудио кітапарнама қош келдіңіз. Егер осындай тағдырлы әрі әсерлі әңгімелерді ұнатсаңыз, арнамызға тіркеліп лайк басып, бізге қолдау көрсетіңіз. Пікірге қай қаладан тыңдап отырғанымызды және дәл қазір сағат нешеде көріп отырғаныңызды жазып кетіңіз. Барлық пікірлеріңізді үлкен қызығушылықпен оқимыз. Бүгінгі әңгіме көркем туынды. Оқиғалар, кейіпкерлер мен диалогтар автордың қиялынан алынған. Кез келген ұқсастықтар кездейсоқ болуы мүмкін. Ендеше, әңгімені бірге тыңдайық. Бостон қаласы. Күздің салқын таңы. Терезеден сыртқа қарасаң, ағаштардың сарғайған жапырақтары баяу ғана жерге түсіп жатыр. Көшеде адамдар асығыс жұмысына кетіп барады. Біреу қолында кофе ұстап келеді. Енді бірі велосипедпен жүйткіп өтті. Қаланың дәл ортасында орналасқан шағын дизайнерлік студияда 25 жастағы қазақ қызы жұмысын аяқтап отыр еді. Оның аты Тамирис. Көпшілік бұл есімді алғаш естігенде таңырқайтын. Қандай ерекше есім? Қай елденсің? Бұл қандай мағына береді? Тамирис әр жолы жымиып қана. Мен Қазақстанда дүниеге келгенмін деп жауап беретін. Бұл сөзді айтқан сайын, оның жүзінен ерекше мақтаныш байқалатын. Тамирис туғаннан аяқ сүйектерінің ауыр ақауымен өмірге келген. Балалық шағында бірнеше күрделі ота жасалды. Дәрігерлер қолдан келгеннің бәрін істеді. Бірақ толық жүріп кету мүмкін болмады. Содан бері ол мүгедектер арбасымен қозғалады. Бірақ оны сыртынан көрген адам ешқашан аяушылық сезінбейтін. Өйткені Тамирис өмірге ренжіп өскен жоқ. Керісінше, әр күнін қуанышпен қарсы алатын. Ол күлімсірегенді жақсы көретін. Жаңа адамдармен танысқанды ұнататын. Саяхаттағанды жақсы көретін. Ең бастысы, өзінің тағдырына ешқашан өкпелеген емес. Оны кішкентай кезінде Бостонда тұратын америкалық ерлі зайыптылар асырап алған. Әкесі Майкл, анасы Мэри. Екеуі де университетте сабақ беретін өте білімді, мейірімді адамдар еді. Тамирис есін білгеннен бері олардың махаббатына бөленіп өсті. Бірақ бір нәрсе ешқашан өзгермеді. Олар қызының атын өзгертпеді. Бір күні Тамирис 10 жасқа толғанда әкесінен сұраған еді. Әке, неге маған америкалық ат қоймадыңыздар? Майкл қызының жанына отырып, күлімсіреп жауап берген. Өйткені бұл есім сенің алғашқы сыйлығын. Оны біз емес, сені дүниеге әкелген анаң қойған. Ал адамның аты оның тарихының алғашқы беті. Біз сенің сол тарихынды өшіргіміз келмеді. Сол күннен бастап Тамирис өз есімін бұрынғыдан да қатты жақсы көре бастады. Үйінің қонақ бөлмесінде Қазақстанның үлкен картасы ілулі тұратын. Ас үйдегі сөреде киіз үйдің кішкентай мүсіні болатын. Кітап сөресінде Абайдың ағылшын тіліне аударылған шығармалары тұрды. Ал шкафтың ішінде қазақтың ою өрнегі бейнеленген көк түсті камзолы ілулі тұратын. Оны Мэри қызына 18 жасқа толғанда арнайы тіктіріп сыйлаған. Бір күні сен туған жеріңе барасың, сол кезде осыны киесің деген еді анасы. Тамирис сол сөзді ешқашан ұмытқан емес. Ол қазақ тілін толық білмейтін, бірақ үйренуге тырысатын. Күн сайын бірнеше жаңа сөз жаттайтын. Домбыраның үнін тыңдағанды ұнататын. Наурыз келген сайын бауырсақ пісіруге тырысатын. Кейде күлкілі болып шығатын. Бірақ Мэри әр жолы бүгінгісі кешегіден жақсырақ болды деп күлетін. Тамирис өзінің өмірбаянын жақсы білетіндей көрінетін. Құжаттарда былай жазылған еді. Алматы қаласында дүниеге келген. Анасының материалдық жағдайының ауыр болуына байланысты
балалар үйіне тапсырылған. Осы бір сөйлемді ол қалай рет оқыған. Бірақ ол анасына ешқашан өкпелеген емес. Керісінше ішінен 7-8 баласы болса, мүмкін басқа малы болмаған шығар деп ойлайтын. Өйткені ана болу оңай емес екенін ол жақсы түсінетін. Сол күні жұмыстан кейін Томирис үйіне келді. Шайын құйып, ноутбугін ашты. Әдеттегідей әлеуметтік желідегі жаңалықтарды қарап отырды. Бір кезде көзі белгісіз волонтерлік ұйымның жариялаған жазбасына түсті. Тақырыбы көзге бірден оттай басылды. Қазақстаннан шетелге асырап алынған балаларды туған отбасымен табыстырамыз. Томиристің жүрегі біртүрлі дүрсілдеп кетті. Ол жазбаны аша бастады. Экранда ондаған адамның суреті тұр. Әрқайсысының астында қысқа ғана тағдыр. Кенет келесі сурет шықты. Томиристің тынысы тарылып қалды. Бұл суретті ол ешқашан көрмеген, бірақ белгісіз себеппен бірден таныды. Ескі ғимарат, сарғыш қабырғалар, көк түсті терезелер, төбесінде тот басқан темір әріптер. Жазуда Алматы қалалық сәбилер үйі, 2001 жыл. Томирис экранға үнсіз қарап қалды. Ол дәл осы жерден Америкаға кеткенін білетін. Қолындағы шай суып қалды. Саусақтары дірілдей бастады. Сайттың төменгі жағында бір ғана батырма тұр екен. Өтініш жіберу. Томирис бірнеше секунд үнсіз отырды. Бұл жай ғана батырма емес еді. Бұл өткен өмірінің есігі сияқты көрінді. Ол терең дем алды. Сосын баяу ғана тінтуірді батырманың үстіне апарды. Томиристің сұқ саусағы тінтуірдің батырмасының үстінде қатып қалды. Бір-ақ рет басса болды. Мүмкін, өмірінде ештеңе өзгермейтін шығар. Ал мүмкін, өмірі дәл осы секундтан бастап мүлде басқа арнаға бұрылатын шығар. Ол көзін жұмып, терең дем алды. Сосын өтініш жіберу батырмасын басты. Экранда анкета ашылды. Аты жөні Томирис. Туған жері Алматы, Қазақстан. Қазіргі тұратын жері Бостон, АКШ. Туған отбасыңыз туралы не білесіз? Томирис ұзақ ойланды. Сосын жайлап жаза бастады. Мен ешкімді кінәламаймын. Ол бір сәт тоқтады. Көз алдына өмір бойы елестетіп келген анасының бейнесі келді. Бірақ ол бейненің жүзі анық емес еді. Тек мейірімді жанар. Және жылы құшақ. Содан кейін ойын жалғастырды. Егер анам бұл хатты оқып отырса, бір ғана нәрсені білсін. Саусақтары дірілдей бастады. Мен сізге ешқашан ренжіген емеспін. Қандай жағдай болса да, мен сізді түсінуге тырыстым. Мен тек сіздің аман екеніңізді білгім келеді. Егер сіз мені іздеген болсаңыз, мен де сізді іздеп жүрмін. Томирис соңғы сөйлемді жазғанда, көзінен бір тамшы жас перне тақтаға тамып кетті. Ол хатқа өзінің қазіргі суретін қосты. Күліп тұрған сурет. Мүгедектер арбасында отырғанымен жүзі нұрланып тұр. Артына Қазақстанның көк туын іліп қойған. Бұл суретті өткен жылы Наурыз мерекесінде түсірген еді. Төменгі жағында тағы бір сұрақ шықты. Сіз туған отбасыңызды тапқан жағдайда не айтқыңыз келеді? Томирис көп ойланған жоқ. Бар болғаны 3 сөз жазды. Мен үйге келдім. Сосын анкетаны жіберді. Ноутбугін жауып терезенің алдына келді. Бостон көшелерінде өмір бұрынғыдай жалғасып жатты. Автобустар өтіп жатыр. Балалар күліп жүр. Бір әйел итін серуендетіп келеді. Бәрі қалыпты. Тек Томиристің ішінде бір нәрсе өзгеріп кеткендей болды. Қызым, артынан Мэридің даусы естілді. Бәрі дұрыс па? Томирис артына бұрылып, күлімсіреуге тырысты. Иә, бірақ ана жүрегі бәрін сезді. Мэри қызының жанына келіп, иығына қолын қойды. Сен анкета жібердің бе? Томирис таңырқап қалды. Қайдан білдіңіз? Мэри жай ғана жымиып қойды. Соңғы бірнеше күннен бері сенің көзің өзгеріп кеткен. Сен бір нәрсені күтіп жүргендейсің. Томирис үнсіз басын изеді. Қорқып тұрмын. Неден? Егер ешкім табылмаса ше? Бірнеше секунд үнсіздік орнады.
Сосын Мэри қызының қолын ұстап, ал егер табылса ше? Томирис жауап бере алмады. Өйткені ол бұл сұрақ туралы мүлде ойламаған еді. Мен бір ғана нәрседен қорқамын. Қандай? Егер анам шынымен менен бас тартқан болса. Мэри қызының сөзін аяқтатпады. Оны құшағына қысып, жоқ, бір нәрсені есінде сақта. Өмірде бәрі қағазда жазылғандай бола бермейді. Кейде шындық құжаттарда емес, адамдардың жүрегінде сақталады. Сол түні Томирис ұзақ ұйықтай алмады. Төсегінің жанындағы кішкентай сөреде кішкентай ағаш қобдиша тұратын. Оның ішінде балалар үйінен бірге келген жалғыз зат сақталған. Ескі ақ көрпе қиындысы. Құжаттарға қарағанда, Томиристі Америкаға алып кеткенде жанында тек осы ғана болыпты. Ол көрпені алақанына қойып ұзақ отырды. Мүмкін, осы көрпеге мені анам ораған шығар. Бұл сұрақтың жауабын ешкім білмейтін. Ал дәл сол түні, жер шарының арғы бетінде, Қазақстанда таң атып келе жатты. Алматыдағы жүздеген мың адам әдеттегідей жұмысқа жиналып жатқан. Ешкім байқамады. Бірақ дәл сол сәтте Бостоннан жіберілген бір ғана анкета Қазақстандағы волонтерлердің электронды поштасына келіп түсті. Кезекті өтініш сияқты көрінді. Бірақ бірнеше сағаттан кейін бұл хатты бүкіл ел оқитынын. Ал бір отбасының 25 жылдан бері жабылмаған жарасын шайта ашатынын әлі ешкім білген жоқ. Бостон, таңғы сағат 9. Томирис жұмысына кеткен болатын. Ол анкетаны жібергеніне бір тәулікке жуық уақыт өтті. Шынын айтқанда, ешқандай жауап күтпеді. Өйткені, ондай жобаларға мыңдаған адам өтініш жіберетінін жақсы білетін. Мүмкін, бірнеше айдан кейін жауап келер деп ойлаған. Бірақ, дәл сол сәтте, Қазақстанда бәрі басқаша өрбіп жатты. Алматыдағы еріктілер ұйымының шағын кеңсесінде 3 адам компьютер алдында үнсіз отырды. Олардың бірі жаңа келген анкеталарды қарап отыр еді. Кенет ол тоқтап қалды. Балалар, бері келіңдерші. Екі әріптесі жақындады. Экранда күлімдеп отырған қазақ қызы. Мүгедектер арбасында отыр. Бірақ жүзі сондай жылы. Көзінен өмірге деген сүйіспеншілік байқалады. Қыздың аты Томирис. Бірнеше секунд үнсіздік орнады. Сосын олардың бірі анкетадағы соңғы жолдарды дауыстап оқи бастады. Мен анамды ешқашан кінәлаған емеспін. Екінші сөйлем. Егер ол мені іздеген болса, мен де оны іздеп жүрмін. Кеңседегі ешкім сөйлеген жоқ. Тек бір қыздың жанары жасаурап кетті. Мұны міндетті түрде жариялауымыз керек. Сол күні түске қарай, Томиристің оқиғасы ұйымның әлеуметтік желідегі парақшасына жарияланды. Ешкім ерекше нәтиже күтпеген. Кәдімгі жазба, кәдімгі тағдыр. Бірақ, бір сағаттан кейін жазбаны жүздеген адам бөлісті. 2 сағаттан кейін мыңдаған адам. Кешке қарай. Пікірлердің саны бірнеше мыңнан асып кеткен еді. Қызым, аман бол. Анасы табылсын. Жаратқан осы қызға бақыт берсін. Мүмкін біреу танып қалар. Бөлісейік ағайын. Жазба Қазақстанның түкпір-түкпіріне тарай бастады. Атырау, Ақтөбе, Қызылорда, Өскемен, Шымкент, Қостанай, тіпті шетелде жүрген қазақтар да оны бөлісіп жатты. Алматы, кешкі уақыт. 23 жастағы Бақтияр жұмыстан жаңа келген еді. Ол телефонды қолына алып, әлеуметтік желіні ашты. Кенет көз алдынан дәл сол жазба өтті. Әдетте мұндай жарияланымдардың жанынан өте шығатын. Бірақ бұл жолы белгісіз бір күш оны тоқтатты. Ол суретке қайта қарады. Тағы қарады. Жүрегі әлденеге секем алғандай соқты. Жоқ, бұл мүмкін емес. Телефонды көзіне жақындатты. Қыздың жүзі, әсіресе көзі, күлген кездегі жанары, біреуге қатты ұқсайды. Ол асығыс орнынан тұрды. Телефонды қолына қыса ұстап, ас үйге қарай жүгірді. Ас үйде анасы кешкі ас дайындап жатқан.
Үлкен қазанда ет қайнап тұр. Үйдің ішін бауырсақтың иісі жайлаған. Мама, Жанат артына бұрылды. Не болды балам? Мынаған қарашы. Бақтияр телефонда анасының қолына ұстатты. Жанат алғашында мән бермей қарады. Бірақ бірнеше секундтан кейін қасы түйілді. Жүзі өзгерді. Қолы дірілдей бастады. Телефонды екі қолмен ұстап қалды. Экрандағы қызға задала қарап қалды. Уақыт тоқтап қалғандай еді. Мама, не болды? Жанат жауап бермеді. Ол жай ғана орындыққа баяу отырып қалды. Көзінен жас сырғып түсті. Ас үйде тыныштық орнады. Бақтияр анасын өмірінде алғаш рет дәл осылай көріп тұр. Бірнеше секундтан кейін Жанат орнынан үнсіз тұрды. Ештеңе деместен жатын бөлмесіне кіріп кетті. Бақтияр аң-таң артынан ерді. Жанат ескі ағаш сандықтың қақпағын ашты. Оның түбінен сарғайып кеткен кішкентай конвертті алып шықты. Конверттің ішінде ескі сәби суреті және перзентханадан берілген анықтама. Жанат суретті қолына алып ұзақ қарады. Содан кейін ғана жай дауыспен сөйледі. Сендерден бұрын менің тағы бір қызым болған. Бақтиярдың денесі мұздап кеткендей болды. Не? Оның есімі Томирис еді. Бөлмеде тыныштық орнады. Тіпті сағаттың тықылы анық естіліп тұрды. Бақтияр анасына сене алмай қарап тұр. Осы уақытқа дейін ол ешқашан мұндай әңгімені естімеген. Жанат суретті кеудесіне қысып жылады. Мен оны бір-ақ рет құшағыма алдым. Сосын ол мәңгілікке жоқ болып кетті. Жанаттың қолындағы сарғайған сурет дірілдеп тұрды. Бөлмеде ешкім тіл қатпады. Бақтияр анасының дәл осылай жылағанын әкесін жерлеген күні ғана көрген еді. Ол баяу ғана анасының жанына отырып, «Мама, Томирис деген кім?» деп сыбырлады. Жанат көз жасын сүртпестен жауап берді. Ол сендердің қарындастарым. Бұл сөзді естіген сәтте үйдің іші тып-тыныш болып кетті. Бақтиярдың санасында жүздеген сұрақ пайда болды. Бізге неге ешқашан айтпадыңыз? Жанат басын төмен салды. Айта алмадым. Кешіріңдер. Күн сайын айтқым келді. Бірақ қолымнан келмеді. Сол кезде бөлмеге тағы екі қызы кіріп келді. Айдана мен Әсесел. Олар да анасының жылағанын көріп шошып кеткен. Апа, не болды? Бақтияр үнсіз ғана телефонды көрсетті. Экрандағы қызға бәрі бірінен соң бірі қарай бастады. Бірнеше секунд өткенде Айдана еріксіз. Апа, мына қыз сізге қатты ұқсайды, деді. Жанат үнсіз басын изеді. Себебі ол менің қызым. Көз жасына болыққан үнмен Жанат өткенде еске ала бастады. Бұл осыдан 25 жыл бұрын болды. Сендердің әкелерін өмірден өткеннен кейін біздің үйде 7 бала қалды. Үлкенің 12-де, кішісі әлі 5-деді. Жұмыс жоқ, ақша жоқ. Кей күндері бір бөлке нанды 8-ге бөліп жейтінбіз. Сонда Томирис сол кезде дүниеге келді ме? Деп сұрады Бақтияр. Иә, жүктілігім өте ауыр өтті. Дәрігерлер үнемі бақылауда ұстады. Бірақ ең қиыны Томирис дүниеге келген күні басталды. Жанаттың даусы дірілдеп кетті. Дәрігерлер қызымның аяқтарында ауыр ақау бар екенін айтты. Мен шошып кеттім. Бірақ мен бәрібір қызымды үйге алып кетемін деп ойладым. Қандай болса да, өз балам ғой. Ол терең күрсінді. Бірақ бірнеше адам күн сайын палатаға келе бастады. Бірі дәрігер, бірі психолог екенін айтты. Бірі әлеуметтік қызметкер екенін таныстырды. Бәрі бір ғана сөзді қайталай берді. Бұл бала өмір сүрмейді. Ол көп дегенде бірнеше күн ғана өмір сүреді. Сізде тағы 7 бала бар. Олардың өмірінде ойлаңыз. Жанат көзін жұмып алды. Сол күндер қайта оралғандай болды.
Олар маған күнде айтты. Таңертең, түсте, кешке, тіпті түнде де. Қызымызды қинамаңыз. Өзімізді де қинамаңыз. Айдана үнсіз жылап отыр. Әсел де көз жасын тыя алмады. Ал Бақтиярдың жұдырығы түйіліп кеткен. Сонда сіз келіскен жоқсыз ба? Жанат басын тез шайқады. Жоқ, ешқашан. Мен қызымды ешкімге бермейтінімді айттым. Қайталай бердім. Тіпті арбасын сатып алуға ақша табарым деп ойладым. Бірақ ол үнсіз қалды. Бірақ не болды? Бір күні маған олар қызымның жағдайы күрт нашарлап кеткенін айтты. Мен оны көруге жүгіріп бардым. Бірақ мені кіргізбеді. Неге? Реанимацияда жатыр деді. Мен есіктің алдында таң атқанша отырдым. Жанат екі алақанмен жүзін жауып алды. Таңертең бір дәрігер шығып маған қызымыз ұзақ өмір сүрмейді деді. Содан кейін маған бірнеше қағаз әкелді. Не екенін де түсінбедім. Мен жылап отырдым. Қолым дірілдеп тұрды. Ештеңе оқыған жоқпын. Кек қызымды бір рет көрсем екен деп жалындым. Көрсетпеді ме? Жанат баяу басын шайқады. Жоқ. Содан кейін маған балаңызды баққа бөлімге ауыстырдық деді. Ал 2 күннен кейін қызыңыз қайтыс болды деген хабар берді. Үйдегілердің бәрі үнсіз қалды. Тіпті дем алудың өзі ауыр сезілді. Бақтияр анасының қолын қысып ұстады. Сонда сіз осы уақытқа дейін қарындасымыз қайтыс болды деп ойлап жүрдіңіз бе? Жанат үнсіз басын изеді. Иә, жыл сайын туған күні келгенде Құран оқыттым. Мен оны бұл өмірде жоқ деп сендім. Дәл сол сәтте Бақтиярдың телефонына волонтерлерден хабарлама келді. Егер отбасы табылған болуы мүмкін деп ойласаңыз, бізде архивтік құжаттардың көшірмелері бар. Қажет болса жібереміз. Бақтияр бірден жауап жазды. Бірнеше минуттан кейін электронды поштаға бірнеше ескі құжат келді. Ол оларды компьютерден ашты. Туу туралы мәлімет, қабылдау актісі, тағы бірнеше анықтама. Бәрі үнсіз қарап тұр. Кенет Бақтияр экранға еңкейе түсті. Бір нәрсе оның назарын аударды. Ол құжатты үлкейтіп қарады. Сосын анасына бұрылды. Мама, 1 минут. Мына қолтаңба. Жанат экранға жақындады. Құжаттың төменгі жағында анасынан бас тарту туралы өтініш деген жол тұр. Ал астында қол қойылған. Жанат ұзақ қарап тұрды. Сосын көзі шарасынан шыға жаздады. Жоқ, бұл менің қолым емес. Бөлмеде отырғандардың бәрі бір-біріне қарады. Бақтиярдың жүрегі тарс-тұрс соғып кетті. Егер бұл рас болса, онда 25 жыл бойы бүкіл отбасы өтірікке сеніп келген еді. Үй ішін үнсіздік басты. Ешкім сөйлей алмады. Жанаттың жанары әлгі құжаттағы қолтаңбадан ажырар емес. Ол қайтадан үмілді. Тағы қарады. Қолын экранға апарып, саусағымен әр әріпті сипап өтті. Сосын баяу ғана басын сайқады. Жоқ, бұл менің қолым емес. Мен өмірімде дәл бұлай қол қойған емеспін. Бақтияр құжатты қайта үлкейтіп қарады. Шынында да, Жанат деген жазудың әріптері бір түрлі еді. Анасының қазіргі қолтаңбасынан ғана емес, тіпті ескі жеке куәлігіндегі қолтаңбадан да мүлде өзгеше болатын. Мама, сіздің ескі құжаттарыңыз бар ма? Жанат үнсіз ғана шкафтан көк папканы алып шықты. Онда сақталған еңбек кітапшасы, неке куәлігі, балалардың туу туралы куәліктері, барлығының төменгі жағында бір ғана қолтаңба. Бірдей. Ал архивтен келген құжаттағы қолтаңба басқа. Мүлде басқа. Бұл қалай мүмкін?
деп сыбырлады Әсел. Ешкім жауап бере алмады. Сол түні Бақтияр көз ілмеді. Ол қайта-қайта архив құжаттарын қарап шықты. Құжаттардың бір бұрышында кішкентай ғана мөр басылыпты. Нөмірі 4 архив бөлімі. Ол бірден интернеттен іздей бастады. Бірақ бұл бөлімнің бірнеше жыл бұрын жабылып кеткенін білді. Ертеңіне таңертең Бақтияр волонтерлерге хабарласты. Сәлеметсіздер ме? Мен Томиристің ағасымын деп ойлаймын. Арғы жағында үнсіздік орнады. Бірнеше секундтан кейін әйелдің дауысы естілді. Біз дәл осы қоңырауды күтіп отыр едік. Сол күні түстен кейін олар Zoom арқылы сөйлесті. Волонтерлер бірнеше жылдан бері Қазақстаннан шетелге асырап алынған балалардың тағдырын зерттеп жүрген екен. Олардың бірі Айсұлу есімді заңгер еді. Ол экраннан бәріне қарап: біз ешқандай қорытынды жасауға асықпаймыз. Бірақ бұл оқиғада түсініксіз нәрселер өте көп. Қандай? Біріншіден, қолтаңба сәйкес келмейді. Екіншіден, құжаттардың арасында бірнеше күн жоғалып кеткен. Не дегеніңіз? Томирис туған күн мен ақу-эшқа рәсімделген күннің арасында кейбір ресми жазбалар жоқ. Бірнеше парақ архивтен жоғалған. Бақтияр орнынан тұрып кетті. Сонда біреу әдейі алып тастаған ба? Айсұлу бірден жауап бермеді. Біз ешкімді айттай алмаймыз, бірақ осындай сәйкессіздіктерді міндетті түрде тексеру керек. Сөйлесу аяқталғаннан кейін Айсұлу тағы бір ұсыныс айтты. Алматыда бұрын сол архивте жұмыс істеген бір әйел бар. Қазір зейнетте. Мүмкін ол бірдеңе есіне түсірер. 2 күннен кейін Бақтияр мен үлкен ағасы Нұрлан ескі көп қабатты үйдің алдына келді. 3-ші қабат. Қоңырауды басты. Есікті 70-тен асқан әжей ашты. Сіз Раушан апайсыз ба? Иә. Біз сізбен бір мәселе туралы сөйлессек деп едік. Әжей олардың қолындағы папканы көргенде-ақ жүзіндегі күлкі жоғалып кетті. Жоқ, мен ештеңе білмеймін. Өтінемін, кете қойыңдар. Ол есікті жаба бастады. Бірақ дәл сол сәтте Бақтияр телефоннан Томиристің бейнеүндеуін қосты. Экранда күлімсіреп отырған қазақ қызы көрінді. Егер менің туған отбасым бұл видеоны көріп отырса, мен сіздерді ешқашан кінәлаған емеспін. Мен тек бір рет құшақтасқым келеді. Раушан апайдың қолы қалтырап кетті. Ол үнсіз экранға қарап тұрды. Бір кезде көзінен жас ашып түсті. Қызым, сен әлі тірі екенсің ғой. Ол баяу ғана есікті толық ашты. Кіріңдер. Мен 25 жыл бойы осы күннен қорқып жүрдім. Пәтердің ішінде ескі ағаш шкаф тұр екен. Раушан апай кілтін алып, төменгі тартпасын ашты. Ол жерден шаң басқан кішкентай темір сандық шығарды. Сандықтың қақпабағын жайлап көтерді. Ішінде бірнеше ескі қағаз, сарғайған конверт және ақ матаға мұқият оралған кішкентай түйіншек жатты. Раушан апай оны алақанына алып ұзақ үнсіз тұрды. Сосын сыбырлай сөйледі. Мұны маған бір ана аманаттап кеткен еді. Қандай ана? Раушан апай көз жасын сүртті. Оның аты Жанат болатын. Бақтиярдың жүрегі зу ете қалды. Раушан апай түйіншекті ақырын ғана аша бастады. Раушан апайдың саусақтары дірілдеп тұрды. Ақ матаға оралған түйіншекті ақырын ғана шешті. Бөлмеде отырғандардың еш қайсысы үн қатпады. Тіпті қабырғадағы сағаттың тықылы анық естіліп тұрды. Мата ашылған сәтте ішінен күн сәулесіне шағылысқан күміс бұйым көрінді. Бұл қарапайым әшекей емес еді. Қазақтың ұлттық өрнегімен соғылған ескі күміс білезік болатын. Шеттеріне өте ұсақ әріптермен бір ғана сөз қашалып жазылыпты. Томирис. Бақтияр демін ішіне тартып қалды. Бұл шынымен. Раушан апай көз жасын сүртті. Иә, мұны анасы өз қолынан шешкен. Қызын соңғы рет көруге рұқсат бермеген күні дәлізде мені тоқтатып, егер қызым аман қалса, бір күні осыны берімші, ол менің жүрегімнің бір бөлігі, деген еді. Мен сол күннен бері сақтап келемін. Жанаттың балалары
үнсіз тыңдап отыр. Раушан апай сөзін жалғастырды. Ол әйел үспанды келді. Ай сайын, кейде аптасына 2 рет, есіктің алдында сағаттап күтетін. Бірақ сұрағы болатын. Қызымнан бір хабар бар ма? Бірақ ешкім ештеңе айтпайтын. Сонда анам ешқашан іздеуді тоқтатпаған ба? Деп сыбырлады Бақтияр. Раушан апай басын изеді. Жоқ, бір күнде тоқтатқан жоқ. Бірақ бір кезде оған енді келмеңіз деп айтты. Содан кейін ол көрінбей кетті. Мен оның қайда кеткенін де білмедім. Бақтиярдың көзіне жас келді. 25 жыл. Анасы өзін кінәлап өмір сүрген. Ал Томирис, анасы одан бас тартты деп ойлаған. Екі жүрек бір-бірін аңсағанымен, екеуінің арасына жалғыз ғана өтірік түскен еді. Сол күні кешке Бақтияр үйге келген бойда бәрін анасына айтып берді. Жанат білезікті көрген сәтте еңіреп жылады. Ол білезікті екі алақанын алып маңдайына басты. Мен оны туған күн алған едім. Ақшам жоқ болса да, қызымның өз тұмары болсын деп сатып алғанмын. Үйдегілердің ешқайсысы көз жасын тыя алмады. Ертеңіне таңертең Бақтияр халықаралық жеткізу қызметіне барды. Қызметкер: сәлеметсіз бе? Не жібереміз? Бақтияр кішкентай қорапты үстелдің үстіне қойды. Бұл өте қымбат зат. Алтын ба? Жоқ, бұдан да қымбат. Ол білезікті ақ жібек матаға қайта орап қорапқа салды. Қасына кішкентай хат қосты. Хатты бүкіл отбасы болып жазған еді. Қымбатты Томирис, егер бұл хат саған жетсе, бір нәрсені біл. Анамыз сені ешқашан ұмытқан емес. Ол әр туған күнімде дұға оқып отырды. Бұл білезікті ол сен үшін сақтаған. Біз сені ешқашан көрмесек те, біз сені өмір бойы жақсы көрдік. Сені күтіп отырмыз. Үйіңге қайт, қарындас. Бостон. 5 күннен кейін. Курьер есікті қақты. Томирис қорапты қолына алды. Жіберуші мекен жайын көргенде жүрегі дүрсілдеп кетті. Алматы, Қазақстан. Қызым, бұл не? Деп сұрады Мери. Томирис үнсіз басын шайқады. Білмеймін, бірақ ішім бір түрлі болып тұр. Ол қорапты ақырын аша бастады. Алдымен хатты алды. Бірінші сөйлемді оқыған сәтте-ақ көзіне жас келді. Анамыз сені ешқашан ұмытқанын емес. Томирис әрі қарай оқи алмады. Қолдары қалтырап кетті. Мери үнсіз қызының иығына қолын қойды. Хатты соңына дейін оқып болған соң, Томирис қораптың түбіндегі ақ матаны ашты. Күміс білезік. Жарыққа шағылысып тұр. Ол білезікті қолына алған кезде, белгісіз бір жылулық бүкіл денесіне тарағандай болды. Көзінен жас тоқтаусыз ақты. Бұл анамның қолында болған. Ол білезікті жайлап білегіне тақты. Дәл өз өлшеміндей болды. Мери көзіне жас алып күлімсіреді. Саған жарасып тұр. Томирис басын изеді. Жоқ, бұл маған ғана емес. Бұл менің өткен өміріме жарасып тұр. Сол түні Томирис ұйықтай алмады. Терезенің алдында ұзақ отырды. Қолындағы білезікке қайта-қайта қарай берді. Бір кезде орнынан тұрып, Майкл мен Меридің бөлмесіне келді. Екеуі кітап оқып отырған. Томирис есікті жайлап қақты. Әке, анашым, мен Қазақстанға барғым келеді. Бөлмеде үнсіздік орнады. Майкл кітапты жапты. Ол қызының көзіне қарап бәрін түсінді. Сен шешім қабылдадың ба? Томирис жай ғана басын изеді. Иә. Мен енді үйімді өз көзіммен көргім келеді. Мери орнынан тұрып қызын құшақтады. Онда біз де сенімен бірге барамыз. Томирис таңырқап қалды. Шынымен бе? Майкл күлімсіреп. Қызымыз алғаш рет туған жеріне бара жатқанда, біз үйде қалай отырамыз? Дәл сол сәтте Томиристің телефонына Қазақстаннан тағы бір хабарлама келді. Экранда бір ғана сөйлем жазылып тұр екен.
Томирис, сіздің оқиғаңызды бүкіл Қазақстан бақылап отыр. Алматы әуежайында сізді күтетін тосын сый бар. Бірақ оның қандай екенін әзірге айта алмаймыз. Томирис хабарламаға ұзақ қарап қалды. Ол әлі алдап өзін, өміріндегі ең үлкен кездесу күтіп тұрғанын білмейтін. Бостон халықаралық әуежайы. Таңғы сағат 7. Ұшуға санаулы минуттар қалды. Томирис терезенің ар жағында тұрған үлкен ұшаққа үнсіз қарап отырды. Қолында анасының күміс білезігі. Соңғы бірнеше күн бойы ол оны бір сәтке де шешкен жоқ. Кейде көзін жұмып, білезікті алақанымен ұстап қоятын. Бейне бір. Жындар бойы сезінбеген аналық мейірімді дәл содан іздейтіндей. Дайынсың ба, қызым? Майкл жымиып жанына келді. Томирис үнсіз ғана басын изеді. Ие, бірақ жүрегім қатты соғып тұр. Мери қызының маңдайынан сүйді. Бұл қорқыныш емес, бұл сағыныш. 25 жылдық сағыныш. Ұшақ көкке көтерілді. Төменде Бостон бірте-бірте кішірейіп бара жатты. Томирис терезеден көз алмады. Ол бұл қаланы жақсы көретін. Осы қала оған өмір сыйлады. Білім берді. Достар сыйлады. Армандарын орындауға мүмкіндік берді. Бірақ жүрегінің бір бөлігі әрқашан басқа жақта қалғанын енді ғана анық сезінді. 13 сағаттан кейін ұшақ Алматыға қона бастады. Терезеден Іле Алатауы көрінді. Аппақ шыңдар таңғы күнге шағылысып тұр. Томирис еріксіз көз жасын сүртті. Міне, Қазақстан. Ол бұң сөзді сыбырлап қана айтты. Бірақ дәл сол сәтте жүрегінде ерекше жылылық пайда болды. Ұшақ қонды. Жолаушылар орындарынан тұра бастады. Томирис асықпады. Ол бәрінен кейін шықты. Әуежай қызметкерлері арбасын алып келді. Мери қызының иығына қолын қойды. Дайынсың ба? Білмеймін. Бірақ күтуге енді күшім жоқ. Кеденнен өткен соң автоматты есіктер жайлап ашылды. Томирис арбасымен күту залына шықты. Алғашқы секундта ол ештеңе түсінбей қалды. Алдында ондаған адам тұр. Қолдарында гүлдер, көк тулар, ақ шарлар, баннерлер. Қош келдім, Томирис. Туған жеріне қош келдің. Сен жалғыз емессің. Бірнеше телеарнаның камералары жұмыс істеп тұр. Волонтерлер күлімдеп қарсы алды. Бірақ Томирис ешкімді көрмеді. Өйткені көпшіліктің арасынан бір әйел алға қарай баяу келе жатты. Жанат. Оның шашына ақ түсе бастапты. Жүзінде жылдардың ізі анық байқалады. Бірақ көздері сол баяғы мейірімге толы көздер. Екеуі бір-біріне үнсіз қарап қалды. Жанаттың ерні дірілдеп кетті. Томирис, қызым. Томирис та сөйлей алмады. Оның бүкіл өмір бойы елестеткен анасы дәл алдында тұр еді. Жанат бір қадам жақындады. Тағы бір қадам. Сосын қызының арбасының қасына тізерлей отырды. Екі қолымен қызының жүзін ұстап, жылап жіберді. Кешірші мені. Қызым, кешірші. Томирис басын шайқады. Ол анасының екі қолын өз қолын алды. Жоқ, жоқ, мама. Сіз кешірім сұрамаңыз. Мен сізді ешқашан кінәлаған емеспін. Осы сөзді естіген Жанат еңіреп қоя берді. Бірнеше секундтан кейін жеті ағасы мен әпке сіңлілері келіп қоршап алды. Бақтияр ең бірінші болып қарындасын құшақтады. Ақыры келдің ғой, қарындасым. Айдана көз жасын сүртіп тұрып, сен дәл біздің әпкемізге ұқсайсың деді. Бәрі күліп жіберді. Көздерінде жас болғанымен, бұл жолы ол қуаныштың жасы еді. Бір шетте үнсіз тұрған Майкл мен Мери бәрін бақылап тұрды. Жанат олардың жанына келді. Бір сәтке не айтарын білмей қалды. Сосын екі қолын жүрегіне қойып, рахмет. Қызымды аман алып қалғандарыңыз үшін.
Өмір сыйлағандарыңыз үшін мен өмір бойы сіздерге қарыздармын. Мэри де көз жасын тыя алмады. Жоқ, ол әрқашан сіздің қызыңыз болды. Бізге тек оны жақсы көру бақыты бұйырды. Әуежайдан шыққан соң, бәрі Алматы шетіндегі Жанаттың үйіне бет алды. Томирис терезеден көшелерге қарап келеді. Кейбір жерлер мүлде бейтаныс. Кейбір көшелерде жүрегі түсініксіз жылылық сезінді. Мен шынымен үйге келдім, деп сыбырлады ол. Көлік үлкен қақпаның алдына тоқтады. Қақпа ашылды. Томирис аң-таң болып қалды. Үйдің алды толықтай өзгеріпті. Жаңа пандустар, тегіс жолақтар, кең есіктер. Баспалдақтардың орнына жайлы көтергіш орнатылған. Бұл не? Бақтияр күлімсіреп, біз 2 апта бойы күн-түн демей жұмыс істедік. Сен үйге келгенде ешқандай қиындық көрмесін дедік. Томиристің көзіне тағы жас келді. Бірақ оны одан да үлкен тосын, сый күтіп тұрған еді. Жанат есікті ақырын ашты. Қызым, үйге кір. Сені бір адам күтіп отыр. Томирис таңырқап ішке қарады. Қонақ бөлмесінің төрінде ақ дастархан жайылып тұр екен. Ал оның дәл ортасында өзі бала кезінен тек суреттен ғана көрген бір зат тұрды. Томирис есіктің табалдырығынан баяу ғана аттады. Жан жағына үнсіз көз жүгіртті. Үйдің іші ерекше жылы екен. Қабырғаларда отбасылық суреттер ілулі тұр. Әр суреттен үлкен әулеттің шаттығы сезіледі. Бірақ оның назарын бірден дастарханның дәл ортасындағы зат аударды. Домбыра. Ескі, бірақ өте күтімді домбыра. Жанында ақ орамалға оралған шағын кітап. Томирис жақындап келді. Домбыраның шанағында кішкентай күміс тақтайша бар екен. Онда әкеңнен қалған аманат деп жазылып тұр. Томирис аң-таң болып анасына қарады. Жанат баяу жымиып, бұл домбыра сенің әкеңнің ең қымбат дүниесі еді. Сен дүниеге келерден 1 ай бұрын ол өмірден өтті. Мен оны ешқашан сатпадым. Себебі, бір күні балаларымның бірі ұстайды деп сендім. Бүгін сол күн келді. Томирис домбыраны 2 қолмен ақырын ұстап көрді. Көзінен тағы жас сырғып кетті. Мен әкемді ешқашан көрген жоқпын. Бірақ қазір өзімді оған жақындағандай сезіндім. Жанат қызының маңдайынан сүйді. Әкең сені көрмесе де, сені өте қатты күткен. Көп ұзамай аулаға қонақтар жинала бастады. Ағайын туыс, көршілер, бала кезінен бірге өскен достар. Ешкім даңғаза жасамады. Бұл той сән салтанат үшін емес, жүректердің қайта табысуы үшін ұйымдастырылған еді. Үлкен дастархан жайылды. Бауырсақтың иісі бүкіл үйге тарады. Қазы, жал жая, ет, қымыз. Мэри таңырқай жан жағына қарап отыр. Мен өмірімде мұндай үлкен дастархан көрмеппін деп күліп жіберді. Бәрі де жымиып қалды. Айдана оның алдына бауырсақ қойып, бүгіннен бастап, сіз де біздің отбасының мүшесісіз деді. Мэридің көзіне жас келді. Дастархан басында ерекше көрініс пайда болды. Томиристің оң жағында Жанат отыр. Сол жағында Мэри. 2 ана. 2 түрлі құрлық. 2 түрлі өмір. Бірақ екеуінің де жанарында бір ғана сезім бар еді. Аналық махаббат. Бір кезде Мэри орнынан тұрды. Қолына кесесін алды. Мен қазақша көп сөйлей алмаймын, бірақ бір нәрсе айтқым келеді. Үй едірі тып-тыныш болып қалды. Жанат, 25 жыл бұрын сіз дүниеге әкелген қыз бізге өмірдің ең үлкен сыйы болды. Ол бізді ата-ана етті. Біз оған білім бер алдық. Арманын орындауға көмектестік. Бірақ біз оның жүрегіндегі бос орынды ешқашан толтыра алмадық. Өйткені ол орын тек сізге арналған еді. Жанат орнынан тұрып, Мэриді құшақтап алды. 2 әйел де үнсіз жылады.
Сол сәтте дастархан басында отырғандардың ешқайсысы көз жасын жасыра алмады. Кеш бата ауылдың ең сыйлы ақсаған сөз алды. Балаларым, бүгін біз тек бір қыздың үйге келгенін тойлап отырған жоқпыз. Біз үміттің жеңгенін тойлап отырмыз. 25 жыл, ұзақ уақыт. Бірақ қанның дауысы ешқашан өшпейді. Ол Томирисқа бұрылды. Қызым, сенің ендігі жоспарың қандай? Бәрі Томирисқа қарады. Үйде тыныштық орнады. Көпшілігі оның жауабын алдын ала болжап қойған. 1-2 апта болып қайта Америкаға кететін шығар деп ойлаған. Томирис орнынан жайлап тұрды. Білегіндегі күміс білезік жарыққа шағылысты. Ол алдымен Жанатқа қарады. Сосын Майкл мен Мэриге. Ақырында бүкіл отбасыға көз жүгіртті. Жымиып тұрып бұлай деді. Мен Америкаға келгенде, әкем бір сөз айтатын. Үй деген сені күтіп алатын жер емес. Үй деген сені ешқашан ұмытпайтын адамдар. Томирис бір сәт үнсіз қалды. Мен Бостонға қайтатын билет сатып алған жоқпын. Үй ішін үнсіздік басты. Бәрі бір-біріне қарады. Томирис сөзін жалғастырды. Мен Қазақстанға бір жола көшіп келдім. Жанат қолымен аузын жауып, көз жасына еріп берді. Ал Бақтияр қуаныштан қарындасым құшақтап алды. Бірақ ешкім әлі Томиристің неге дәл осындай шешім қабылдағанын білмейтін. Өйткені ол дәл қазір өмірін түбегейлі өзгертетін тағы бір сырды айтпақ еді. Үй іші әлі де үнсіз еді. Томиристің «Мен Қазақстанға бір жола көшіп келдім» деген сөзінен кейін ешкім бірден сөйлей алмады. Жанат қызының қолынан ұстап, «Қызым, сен рас айтып тұрсың ба?» «Иә, мама. Мен бұл шешімді бір күнде қабылдаған жоқпын. Ұзақ ойландым. Жүрегімді тыңдадым. Менің өмірімнің үлкен бөлігі Америкада өтті. Сол ел маған бәрін берді. Бірақ менің тамырым осында екен». Майкл орнынан тұрды. Ол күлімсіреп, Томиристің иығына қолын қойды. «Біз бұл шешімді бұрыннан білетінбіз. Томирис бізге бірнеше ай бұрын айтып қойған. Алғашында таңғалдық, бірақ кейін түсіндік. Баланың бақыты ата-ананың жанында ғана емес, өз тамырымен байланысын таба алғанында». Мэри сөзін жалғады. «Біз Томиристі ешқашан жоғалтпаймыз. Өйткені отбасы ара қашықтықпен өлшенбейді. Біз жыл сайын келеміз, ал ол бізге барып тұрады. Бүгіннен бастап біздің отбасымыздың мекен-жайы екі елде болады». Жанат орнынан тұрып Мэриді қайта құшақтады. «Сіздерге өмір бойы алғыс айтамын». Бірнеше апта өтті. Томирис Алматтағы өмірге біртіндеп үйрене бастады. Ол қазақ тілін бұрыннан түсінетін, бірақ еркін сөйлеуге қиналатын. Сондықтан күн сайын анасымен бірге кітап оқыды. Інілері мен сіңлілері оның әр қатесін түзетіп, күліп жүріп үйрететін. Көп ұзамай үйдің ішіндегі әңгімелердің бәріне араласа бастады. Жанат кейде үнсіз қызына қарап отырып, «Даусың дәл әкеңе ұқсайды» деп күлімсірейтін. Бір күні Томирис волонтерлердің кеңсесіне барды. Қабырға толы папкалар, мыңдаған есімдер, әлі де туған отбасын іздеп жүрген балалардың тағдырлары. Ол ұзақ қарап тұрды. Сол сәтте жүрегінде бір ой пайда болды. Егер мен өз отбасымды тапсам, неге басқаларға көмектеспеске? Бірнеше айдан кейін Алматы қаласының орталығында кішкентай ғана кеңсе ашылды. Есіктің сыртында жаңа тақтайша тұрды. Тамыр халықаралық отбасыларды іздеу және қайта қауыштыру орталығы. Томирис бұл орталықты өзінің жинаған қаражатына және америкалық ата-анасының қолдауымен ашқан еді. Мұнда заңгерлер, психологтар, еріктілер, аудармашылар бірге жұмыс істей бастады. Олардың бір ғана мақсаты болды: бөлініп кеткен отбасыларды қайта қауыштыру. Жылдар өте берді.
Кеңсенің қабырғасына бірінен соң бірі суреттер іліне бастады. Әр суретте қайта қауышқан бір отбасы. Бір ана, бір бала, бір әке, бір бауыр. Кейбіреуі Канададан келген, кейбіреуі Германиядан, Австралиядан, Норвегиядан, Америкадан. Барлығының жүзінде бір ғана сезім. Үміттің орындалған сәтіндегі бақыт. Бір күні журналист Томеристан сұхбат алды. Сіз өміріңіздегі ең үлкен жетістік деп нені санайсыз? Томерис біраз ойланып қалды. Сосын білегіндегі күміс білезікке қарады. Жымиып жауап берді. Менің ең үлкен жетістігім отбасымды табу емес, оларды жоғалтпау. Ал енді басқа адамдардың да өз отбасын табуына себепкер болу. Егер менің өмірім бір адамға үміт сыйласа, онда менің өмірім бекер өтпегені. Кешкісін Томерис үйге қайтты. Аулада Жанат гүл суарып жүр екен. Бақтияр балалармен футбол ойнап жүр. Айдана мен Әсел дастархан әзірлеуде. Майкл мен Мэри бейне қоңырау арқылы бүкіл отбасымен сөйлесіп отыр. Үлкен экранда екі құрлықтағы отбасы бірге күліп отырғандай көрінді. Томерис аулаға шықты. Аспанға көз тастады. Сол сәтте баяу ғана күбірледі. Рахмет, өмір. Мені ең дұрыс жерге алып келгенің үшін. Жанат қызының сөзін естіп қалды. Ол жай ғана қызының қолынан ұстап алды. Екеуінің білегіндегі күміс білезіктер күн сәулесіне қатар шағылысып тұрды. Бірі 25 жыл бойы сақталған ананың аманаты. Екіншісі қайта табылған қыздың жаңа өмірінің белгісі. Арада бір жыл өтті. Тамыр орталығының көмегімен 27 отбасы қайта қауышты. Томерис әрбір кездесуде бір ғана сөзді қайталайтын. Қанның байланысын уақытта, қашықтықта үзбейді. Егер жүректе үміт болса, ең ұзақ жолдың өзі бір күні үйге алып келеді. Ол терезеден Алатауға қарап тұрды. Бұл енді оған жай ғана әдемі тау емес еді. Бұл оның үйі болатын. Құрметті тыңдарман, егер Томеристің оқиғасы жүрегіңізге әсер етіп ой салса, арнамызға жазылып, лайк басып қолдау көрсетуді ұмытпаңыз. Ал енді сізге бір ғана сұрақ. Егер сіз өз тамырыңызды, туған анаңызды, немесе отбасыңызды іздеуге мүмкіндік алсаңыз, сол қадамға барар ма едіңіз? Жауабыңызды пікірде бөлісіңіз. Мүмкін сіздің бір ауыз сөзіңіз дәл қазір өз жақынын іздеп жүрген адамға үміт сыйлар. Бұл өмір бізге бір ғана нәрсені еске салады. Ақиқат қанша жыл жасырынса да, бір күні бәрібір жарыққа шығады. Сондықтан ата-анаңыздың, отбасыңыздың және жақындарыңыздың қадірін олар жаныңызда жүргенде біліңіз. Өйткені кейбір адамдар бүкіл өмірін бір ғана құшақтасуды, бір ғана анашым деп айту мүмкіндігін күтіп өткізеді. Келесі әсерлі әңгімеде аман есен жүздескенше сау болыңыз.